Сәлеметсіздер ме? Сіздерге бүгін мен қазіргі трендке айналған шапкалардың бірі және Инстаграмда хит болып жатқан шапкалардың бірін тоқуды ұсынамын. Бұл бізде пухнорки жібінен тоқылатын осындай 2 қабатты шапка. Мен бұл шапканы 56-57 бас өлшеміне тоқыдым. Сіздер қаласаңыздар өздеріңіздің кез келген бас өлшеміне тоқуға болады. Ең маңыздысы, бұндағы ілмектер саны сізде 20-ға бөлінуі маңызды. Әйтпесе сізде мына қысқартуды жасаған кезде, төбесін жапқан кезде сізде ілмектер дұрыс бөлінбей қалуы мүмкін. Сол себепті ілмектер саны 20-ға бөлінуі міндетті. Яғни 100, 120, 140, 160 деген сияқты ілмектер терсеңіздер болады. Және мұнда жіп менде 2 қабатталып тоқыды. Бұл шапкаға менде 3 орам жіп кетті. 2 қабаттап және 1 қосымша жіп қосып тоқыдым. Егер сіздерге менің тоқымам ұнап жатса, онда менің каналыма тіркелуді және мына қоңырауды басуды ұмытпаңыздар. Сонымен қатар комментарий жазыңыздар, лайк басыңыздар. Мен тек қуанышты боламын. Ал ұнаса, онда біз бұл шапканы тоқуды бастайық. Шапканы тоқу үшін бізге 3 орам осындай пухнорки жібінен қажет болады. Және мен 1 орам қосымша жібін қосамын деп шештім. Және тағы да біз қажет, менде 3 мм біз ұзындығы 80 см. Және маркерлер, сонымен қатар ілгек біз, яғни крючок, және тағы да қосымша жіп қажет болады. Олай болса, біз тоқуды бастайық. Жіптің құрамына келетін болса, қараңыздар. Салмағы 50 грамм, ұзындығы 350 метр. Құрамы 80% пухнорки және 20% полиамид. Түстің номері 49. Осындай менде жіп. Енді мына қосымша жібімізді аламыз. Осылай. Сосын енді ілмектер теріп шығамыз. Бізге қажетті ілмектер саны негізі 140. Мен мына ілгек бізбен 144-145 ілмек теремін. Осылай. 1, 2, 3, 4, 5. Осылай 145 ілмек теріп шығамыз. Міне осылай ілмектерді теріп алдық. 140. Осылай былай жасаймыз. Енді бізге өзіміздің бастапқы жібімізбен осы жіпке ілмектерді ілу керек. Ол үшін қараңыздар. Мына жіптің біз терген мына жақ біздің ілмектер, яғни өрімдер тұр. Ал мына жағына қарасаңыздар, мынандай міне кіртпек жол сияқты нелер бар. Солардан ала отырып қазір ілмектерді тереміз. Міне жіпімізді алдық. Мен 2 орамнан осылай бір жіптен және 1 қосымша жіптен. Яғни 2 қабаттап тоқимын. Енді жіпті екінші жағын айландырамыз. Ең біріншісінен бастамай, кішкентай бір екінші, үшінші ілмектерден бастаңыздар. Сосын осылай біз енді ілмектерді теріп аламыз. Бірінші, одан кейін жанындағысын аламыз. Мына бізбен кішкентай ыңғайсыз болып жатыр. Осылай өзімізге қажетті ілмектер санын теріп аламыз. Міне қараңыздар, мен 140 ілмекті теріп алдым. Енді тоқуды бастаймыз. Ол үшін мына мен бір жерінен былай біздің
ескашын шығарып аламын ыңғайлы болу үшін. Сосын қараймыз, мұнда ілмектер айланып кетпесін. Енді тоқуға кіріссек болады. Ол үшін бізде 3 оң ілмек. Қараңыздар, 1, 2, 3. 3 оң ілмек, 2 теріс ілмек. Біздің өрнегіміз осындай болады. Яғни 3 оң ілмек қайтадан. 3 оң ілмек. Содан кейін 2 теріс ілмек. Осылай біз айландыра осы өрнекті тоқи береміз, қайталап. Яғни 3 оң ілмек, 2 теріс ілмек деп. Міне, 3 оң ілмек, 2 теріс ілмек деп тоқимыз. Осылай айландыра тоқи береміз. Сосын өзімізге қажетті ұзындыққа дейін тоқимыз. Яғни менде ол жобамен шамамен 55 сантиметрдей тоқимын. Содан кейін сіздермен қайта жолығамын. Міне мен 54 сантиметр тоқыдым. Енді бізге төбесін жабуға кірісу қажет. Қараңыздар, ол үшін бізге есептеп жүргізіп алу керек. Есептеу өте оңай, қиын емес. Қараңыздар, менде 140 ілмек. Одан неге 12 ілмекті алдым? Мен 12 ілмекті бізде бұл қысқармайтын ілмектер болып саналады. 3 ілмектен осылай белгілеп қойдым. Ондай ілмектер менде 4-теу. Сондықтан 12 ілмек, 140-тан 12 ілмекті алғанда бізде 128 ілмек қалады. Осы 128 ілмекті біз 4-ке бөлеміз, сонда 32 ілмектен. Ол 32 ілмек мына арасындағы ілмектер. Әр маркердің арасындағы ілмектер 32 саны. Енді сіздер дәл осылай жүргізесіздер. Сіздерде ілмектер санынан 12 ілмекті аласыздар. Одан кейін шыққан санды 4-ке бөліп есептеп аласыздар. Мына менде қатардың басы, жасылмен белгілеп қойдым. Бұл менде қатардың басы. Оң 3 ілмектен басталады. Енді біз тоқуды бастаймыз. Ол үшін 3 оң ілмекті тоқимыз. Одан кейінгі теріс ілмекті қысқарту жасауымыз керек. Менде ілмектер оң қабырғасы мен сол қабырғасын жатқаннан кейін оны былай айландырып аламыз. Яғни классикалық теріс ілмектерге айландырамыз. Одан кейін барып 2 ілмекті бірге алдыңғы қабырғасынан қысқартамыз. Ары қарай 3 ілмек. Тағы да теріс ілмектерді айландырып аламыз. Бұл қатарда біз барлық теріс ілмектерді қысқартамыз осылай. Осылай, осы қатардағы теріс ілмектерді бірге тоқып, қысқартып шығыңыздар. Міне мен бірінші қатарда қысқартуды аяқтадым. Ол қатарда теріс ілмектерді бірге тоқыдық. Енді екінші қатарда біз ешқандай қысқартусыз ілмектер қалай тұр, солай тоқып шығамыз. Бізде қысқарту бір қатар қысқартамыз, ал екінші қатарда жай ілмектерді тоқып шығамыз. Екінші қатарда тоқып болды. Қараңыздар, енді маркерларымызды былай жылжытып аламыз. Мына бізде қатардың басы дедік. Мына 3 ілмектің 2 ілмекті, былай ортаңғы ілмекті екі жағынан маркерді тағамыз. Қазір мына маркерді жылжытамын. Себебі
біз енді қысқартқан кезде мына ілмектерді былай бірге қысқартамыз. Мына ілмек біздің қысқартуға қатысады. Сол себепті бізге ол осылай маркермен мына ортаңғы ілмек. Міне осылай біз әрбір маркерді жасап шығамыз. Келесі маркерді де осылай жасап шығыңыздар. Енді бізде қысқартудың үшінші қатары, міне мында оң ілмек, мына ілмекті бірге тоқимыз. Ол үшін бізде теріс ілмекті айландырмаймыз, ал оң ілмекті осылай сол қабырғасынан алып, сосын екі ілмекті бірге артқы қабырғасынан тоқимыз. Ары қарай бізде ілмектер. Келесі маркерге дейін тоқимыз қазір. Міне маркерге екі ілмек қалғанға дейін жеттік. Енді қараңыздар, бұл жерде біз теріс ілмекті айландырамыз. Яғни классикалық ілмектерге етіп айландырамыз да, оны алдыңғы қабырғасынан оң ілмекпен бірге осылай оң ілмек етіп тоқимыз. Одан кейін маркерде ортаңғы ілмекті тоқимыз. Енді келесі ілмекте мында біз оң ілмекті айландырамыз да, артқы қабырғасынан тоқимыз. Осылай тағы да келесі маркерге дейін тоқыңыздар. Тағы да маркерге келдік, теріс ілмекті айландырамыз осылай, сосын алдыңғы қабырғасынан алып, екі ілмекті бірге тоқимыз. Маркерді былай өткіземіз, одан кейін екі ілмекте оң ілмекті айландырамыз. Осылай тағы да келесі маркерге дейін тоқимыз. Келесі маркерге жеттік, екі ілмек қалғанда ілмекті айландырамыз. Менде оң ілмектер классикалық ілмектер, ал теріс ілмектер бабушкины, яғни әжелердің ілмектері, классикалық емес. Осыны ескеріп қойыңыздар. Міне маркерден кейін біз оң ілмекті айландырамыз, себебі менде оң ілмек классикалық ілмек. Енді тағы да бізде ең соңғы қалды, ол қатардың соңы. Соған дейін тоқыңыздар маркерге дейін. Міне біз қатардың соңына келдік. Біз оң ілмекті жаңа қатар басылғанда бір рет тоққанбыз, бірақ сонда да қазір міне қатардың соңында біз екі ілмекті бірге алдыңғы қабырғасынан алып осылай қысқартамыз. Енді келесі қатарды мына жерден бастап ары қарай ілмектер қалай тұр, солай тоқисыздар қысқартусыз. Одан кейін қатарда кездесеміз. Міне мен төртінші қатарды тоқып болдым. Енді бізде қысқартудың бесінші қатары. Оң ілмек, ортаңғы ілмек бұл. Одан кейін бізде қараңыздар, екі оң ілмек тұр. Менде ілмектер классикалық, сондықтан бұл жерде екі ілмекті де айландырамыз. Содан кейін екі ілмекті бірге артқы қабырғасынан осылай қысқарту жасаймыз. Енді келесі маркерге екі ілмек қалғанға шейін тоқисыздар. Міне маркерге екі ілмек қалды. Бұл жерде де екі ілмек бізде классикалық. Бұл жерде ешқандай ілмекті айландырмай, алдыңғы қабырғасынан алып бірге оң ілмек етіп тоқимыз. Маркер, ортаңғы ілмек, маркер. Одан кейін екі ілмек, тағы да бізде оң ілмектер классикалық, оларды айландырамыз. Маркерге дейін айландырмаймыз, маркердан кейін міндетті түрде айландырамыз. Сосын қараңыздар, қысқарту жасаған кезде мына екі шетіндегі қысқартуға қатысатын ілмектер ылғи да үстінде болуы қажет. Сонда сіздің қысқартуыңыз әдемі түзу шығады. Осылай енді бүкіл шапканың төбесін қысқартып шығасыздар. Ең соңында бізде минималды ілмектер саны қалу қажет. Қысқартуды бір қатар қысқартамыз, екінші қатар қысқартпай, осылай соңына дейін төбесін жауып шығамыз. Міне қысқартып болғаннан кейін менде бізде 12 ілмек қалды. Енді жіпті қиып мен оны инеге өткізіп алдым. Қалған ілмектерді осы ине арқылы енді өткізіп аламыз бұлай.
Осылай екінші жағындағы ілмектерді де өткіземіз. Міне мен өткізіп алдым. Енді осы инені ішіне қарай өткізіп, ішкі жағынан жіпті жасырып тастауымызға болады. Міне қысқартылғаннан кейін төбесі осындай болып шықты. Енді бізге екінші жағындағы мына қосымша жіпті шешіп, барлық ілмектерді бізге теріп алуымыз қажет. Мен қосымша жіптің ұштарын қиып тастадым. Қараңыздар, енді осы ілмектерді теріп аламыз. Ілмектерді тергенде, мына жіпті тарта отырсақ, бұлай өздігінен шешіледі. Міне, сосын ілмектердің барлығын бізге теріп аламыз. Ары қарай осылай бүкіл қатардағы ілмектерді теріп шығамыз. Қатардағы ілмектер саны ең басында терген ілмектер санына тең болу қажет. Яғни мен 140 ілмек терсем, менің ілмектерім саны қазір теріп алғаннан кейін 140 ілмек болу қажет. Осылай барлығын теріп шығамыз. Міне мен барлық ілмектерді теріп алдым. Бізге және санап шықтым 140 ілмек, және бір қатар өрнек бойынша тоқып шықтым. Енді бізге қысқарту жасау қажет. Мұнда қараңыздар, қысқарту екі жақ бірдей болу керек. Сол үшін міне басында қысқартқан жағымыздың мына 3 ілмек сол жолмен бұлай жүріп, міне тексеріп аламыз. Міне тура келіп тұр. Бұл менде қатардың басы. Осы араға қазір маркерлерді іліп, ары қарай қысқартуды бастаймыз. Міне 3 ілмек осы. Міне маркерлерді ілдік, қараңыздар. Осылай. Бұл менде қатардың басы болады. Енді мұнда санаймыз. Есептеу бойынша 32 ілмек, одан кейін маркерді ілеміз. Солай барлық қатардағы мына сияқты іліп шығамыз. Міне мен маркерлерді іліп алдым. Ары қарай қысқартуды бастаймыз. Қысқарту дәл мына жақты қысқартқандай болады. Оның еш қиындығы жоқ. Оны мен сізге көрсетпеймін. Соны қарап, қайталап тоқи бересіздер. Енді біз қазір қысқартып болғаннан ең соңында бірақ кездесеміз. Міне мен шапканы тоқып, төбесін жауып, тіпті жуып кептіріп қойдым. Қараңыздар. Жуғанға дейін басынан, екінші басына дейін ұзындығы тура ортасынан өлшегенде 70 сантиметр болған. Жуғаннан кейін кепкен соң 71 сантиметр болып біраз ұзарды. Сосын қараңыздар, ішкі жағын жапқаннан кейін осылай жіп қалдырып қоясыздар. Осылай. Ол не үшін? Біз мұнаны қазір бұлай ішіне қарай кіргіземіз, бүйтіп. Шапканы ішіне қарай кіргіземіз. Сосын бұны екінші осылай кіргізе береміз. Осылай кіргіземіз. Екі жерін барлығын бір-біріне беттестіреміз. Сосын мұна тесіктен жаңағы ішіндегі жібімізді шығарып аламыз. Міне, осылай шығарып алдық. Сосын мұна жіпті осы жағынан, сыртқы жағынан жасырып, мұна жерге біраз бір-екі рет осы жерден өткіземіз де, сосын қайтадан ішіне қарай ішіне кіргізіп, іш жағынан жасырып тастаймыз. Сонда біздің шапкамыздың ішкі жағы қайта-қайта түсіп, сізге ыңғайсыздық тудырмайды. Міне, қараңыздар, шапкамыз қандай болып шықты. Егер сіздерге ұнап жатса, менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен болған аяулым. Лайк басып және комментарий жазуды ұмытпаңыздар.